Salam do'stlar. Biz bugun dal o'shanday o'chirishimizaq, damda bo'lishga istayotgan bo'lamiz. U uchun bizga un, dro'j, sut, qand, yumurta және yerga mayimiz kerak. Birinchi biz shing'ilda o'yiq miska olamiz. Ishine жылы sütümüz koyamiz, so'sini dro'j solamiz және biroz qasiq qandimizni solib aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgan so'ng betini jovib 15 minutga жылы yerga apарib qo'yamiz. Oған keyin biz unimizni dayondaymiz. Unimizni minjab turib setadan o'tkazamiz. Сол кезде булочкамыз пушистый bo'lатын bo'ladi. So'sini qandimizni qo'shamiz және shunga qilib o'rin dayondaymiz. So'sini aqrindab yumurtalarimizni sola boshlaymiz. Birinchisin, ikkinchisin, so'sini mayimizni solamiz. Bag'ana dayon bo'lgan dro'j apuramizni solamiz. Ko'tarilgan so'ng so'sini aqrindab bizlar lopatka bilan aralashtiramiz. Бастапқы кезде. Одан keyin бүкіл жабысқан қамырлардың барлығын пышақпен немесе қолыңызбен түсіріп тастаймыз осылай. Сонымен қолмен илей бастаймыз. Бастапқы кезде осылай жабысқақ болады. Көп ұн қосып қоймауға тырысыңыздар. Егер өте жабысқақ болған жағдайда 50-60 грамм ұн қоссаңыздар болады. Осылай қолымыздағы ұндардың барлығын түсіріп аламыз, кетіріп аламыз. Осылай илейміз. Шамамен 6-7 минут кетеді қамырды илегенге. Жабысқақтық состояниесі кеткен соң қамырымызға май жағамыз. Мискамызды майлаймыз, чтобы жабысып қалмау үшін. Және бетін жауып, жылы жерге жарты сағат немесе 45 минутқа қойып қоямыз. Бізде уже қамыр көтерілді. Енді оны саусақтарыммен қолыммен жайып шығамын. Менің жағдайымда мен 15-ке бөлдім және обычно домалақ қана жасадым. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қалай жасасаңыздар да, басқандай формамен жасасаңыздар да болады, немесе ішіне начинка салсаңыздар да болады. Начинка изюм немесе варенье салсаңыздар да болады. Варенье салсаңыздар осылай мықтап жабу керек болады, себебі ақып кетеді варенье. Енді сосын болған соң противеньге саламыз. Противень салған соң ол булочкалардың бетін жауып, тағы бір 20 минутқа қойып қоямыз. Көтерілу керек тағы да. Сосын барып, уже печкаға саламыз 180 градусқа 20 минутқа вверх-вниз функциясына қоясыздар. Вот, мына пісті булочкаларымыз өте ыстық мында. Вот мында мына жұп-жұмсақ, өте дәмді. Мында бөліп көрсетемін. Керемет. Иншалла жасап көріңіздер, ас болсын.